Сәлем достар. Бүгінгі видеомызда атақты актер, Голливудтық жұлдыз Киану Ривздің өмірі мен жетістіктері туралы әңгімелейтін боламыз. Киану Ривз әлемге әйгілі актер ғана емес, сонымен қатар өз ерекшеліктерімен және қайырымдылық істерімен танымал тұлға. Киану Ривз 1964 жылы 2 қыркүйекте Ливанда, Бейрут қаласында дүниеге келген. Оның әкесі америкалық геолог Самуэл Ноулин Ривз, ал анасы костюм дизайнері Патрисия Тейлор. Кианудың ата-анасы ажырасқаннан кейін, ол анасымен бірге Нью-Йоркке, кейінірек Канадаға көшіп, сол жерде өсіп жетілді. Кианудың бір туған бауыры Ким Ривз, ол Киану үшін өте жақын адам, және актер өзінің бауырына ерекше қамқорлық танытады. Кимге 90-шы жылдары лейкемия диагнозы қойылған, және Киану оның емделуіне көп уақыт пен қаражат жұмсаған. Киану Ривздің осы жағдайдағы қолдауын көптеген адамдар жоғары бағалайды. Киануның актерлік мансабы 80-ші жылдардың ортасында басталды, бірақ оның нағыз танымалдығы 1994 жылы Speed фильмінен кейін келді. Алайда ең үлкен жетістігі 1999 жылы шыққан The Matrix фильміндегі Нео рөлі болды. Бұл фильм бүкіл әлемде мәдени феноменге айналды, ал Киану Ривз жаһандық деңгейдегі жұлдыз атанды. Кианудың актерлік шеберлігі, қарапайымдылығы және жұмысқа деген жауапкершілігі оны ерекше тұлға ететін қасиеттер. Ол Голливудта өзінің мейірімділігімен және қарапайымдылығымен ерекшеленеді. Киану табысының көп бөлігін қайырымдылыққа жұмсайды, соның ішінде балалар ауруханаларына және лейкемияны зерттеуге қаражат бөледі. Оның қайырымдылық істерін жиі жасырын түрде атқаратыны да таңғаларлық. Киану Ривздің өмірі күрделі әрі қайғылы оқиғаларға толы. Алайда ол өмірдің қиындықтарына мойымай, әрдайым алға ұмтылып, басқаларға көмектесуден жалықпайды. Оның ерекшелігі тек кәсіби жетістіктерінде ғана емес, сонымен қатар адамгершілік қасиеттерінде де жатыр. Сонымен Киану Ривз әлемдік кинематографияның жарқын жұлдызы ғана емес, сонымен қатар жүрегі кең, қайырымды жан. Оның өмірі мен жетістіктері талайларға үлгі боларлықтай. Бұл видеомызда Киану Ривздің өмірі туралы қысқаша мәлімет бердік. Егер сізге видео ұнаса, лайк басып, каналға жазылыңыз. Келесі кездескенше.